Сыр маржаны жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры облыстық мәслихат депутаты Мінәжадин Өтиев өткен жылдың желтоқсан айынан бастап 500 басқа арналған мал бордақылау кешенін іске қосқан болатын. Бүгінде кешен халықты сапалы ет өнімдерімен қамтамасыз етуде. Болашақта мал басын 1000 жарымға жеткізіп, мал сою цехы жанынан арнаулы ыдысқа салынып, бұқтырылған ет филесін шұжық дайындауды межелеп отыр. Мұнда қазіргі таңда 402 баспақтар мен өгіздер бағымға қойылған. Олар жастарымен техникалық жағдайларына қарай 5 топқа бөлініп күтіліп, малдардың әрқайсының тәулігіне 700 граммнан 1 келіге дейін салмақ қосуына мүмкіндік жасалуда. Өңірге арнайы келген мамандар өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп, серіктестіктің бүгінгі жай-күйін көрді. Сонымен қатар ветеринар мамандарға өз кеңестерін де ұсынды. Мұнан соң кенттегі Наурыз кешенінде ірі қара малын интенсивті бордақылау тақырыбында семинар өткізілді. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен Ауыл шаруашылығы министрлігінің арасындағы келісім шартқа сәйкес 2016 жылдан бастап агробіліктілік орталығы жауапкершілігі шектеулі құрылып, осы республикамыздың барлық өңірлерінде осындай ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге арналған семинарлар өткізуде. Бүгінгі күні облыс бойынша өсімдік шаруашылығы және мал шаруашылығы бағытында семинарлар өткізілуде. Өсімдік шаруашылығы бағыты бойынша 24 семинар, мал шаруашылығы бағыты бойынша облыста барлығы 9 семинар өткізу жоспарланып отыр. Мына бүгін базалық шаруашылық сыр маржаны жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде бірінші мал шаруашылығы бойынша алғашқы семинарымыз мал бордақылау алаңдары бойынша өткізіліп жатыр. Семинардың негізгі мақсаты ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге және ауыл шаруашылығымен айналысуға қызығушылық танытқан жеке және заңды тұлғаларға түрлі мақсаттағы ақпараттар беру, сонымен қатар ғылыми білімін жетілдіру, жаңа технологияларды, жаңа өндірістерді пайдалану жолдарын үйрету болып саналады. Семинарды бүгінгі күні өткізіп отқан Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы, сонымен қатар қазіргі уақытта агробіліктілік орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жанынан құрылған Фермерс KZ сайты толыққанды жұмыс істеп тұр. Сонымен қатар колл-центр жұмыс жасап, ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге өздерін қызықтырған барлық сұрақтар бойынша жауап береді. Семинар барысында тақырыпқа сай лекция оқылып, қатысушыларға кеңестер берілді. Сондай-ақ әрбір қатысушы өз сауалдарын жолдап, арнайы анкетада толтырды. Бүгінгі өткізіліп жатқан Қазалы районында семинар болып жатыр. Бұл негізгі мақсатымыз ауыл шаруашылығын үлкейтіп, көркейту, халықты жаңағы біліммен қамтамасыз ету. Сол сияқты бүгінгі тақырыбымыз өтіп жатқан ірі қара малының төлін бордақылау. Сыр маржанында жаңағы бордақылау алаңында арнайы ұйымдастырған практикалық жұмыстарымыз өткізілді. Ол жерде бүткіл жаңағы мәліметтермен танысып, бордақылау алаңдарын көрдік. Бұл жерде семинарға қатысушылар әрбір жаңағы процестермен танысып көрді. Ендігі өтіп жатқан теориялық жүзінде жаңағы көрген заттарын теориялық түрде дамытып жатырмыз. Семинардың соңында әрбір қатысушыға сертификат ұсынамыз, білімін толықтырған ретінде. Семинар соңында әрбір қатысушыға арнайы сертификаттар берілді. Айта кету керек, аталмыш семинардың өтуіне Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамасымен Қазалы аудандық кәсіпкерлер палатасы мұрындық болған. Сеңге Бақбергенова, Бақтияр Дәуренбек Қайруллаев, Серік ТВ телеарнасы.